Міне біз төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты 52-де 859 әскери бөлім екен. Бұнда журналистер үшін арнайы пресс-тур ұйымдастырылды. Бүгін біз құтқарушылардың бір күндік өмірі жайлы репортаж жасайтын боламыз. Бастайық онда. Төтенше жағдайлар қызметкерлері дегенде көз алдыңа өрт сөндіру көлігі ғана елестейді. Алайда бұл саланың бізге беймәлім, көзге көріне бермейтін қыр-сыры көп. Арнайы журналистер үшін ұйымдастырылған пресс-тур барысында әріптестер мен құтқарушылардың образына еніп көрдік. Саптық жиыннан кейін әскери бөлім сарбаздарының жаттығу барысынан үзінді көрсетілді. Санаулы минуттардың ішінде сарбаздар 5-ші қабаттан жарақат алған адамды құтқарып алды. Құтқару жаттығуларының көрінісінен кейін осы әскери бөлімнің автопаркіне келдік. Бұнда құтқаруға арналған түрлі көліктер қойылған. Мысалға мынау Ужгур көлігі қарда да, боранда да 1,5 метрден асатын сулы жолдардан да оңай өтеді. Мына жағыңызда көріп тұрғандай үлкен құтқаруға арналған КАМАЗдар, техникалар, әр жағында УАЗик тұр. Бір сөзбен айтқанда, құтқаруға керекті техниканың бұл жерде бәрі бар. Дала өрті, қар құрсауы, су тасқыны таулы аймақтарда болған апат орындарына жету үшін арнайы техника болу қажет. Әскери бөлімде кез келген ауа райына бейімделген техниканың бәрі бар. Апаттың айтып келмейтінін ескерсек, мұндағы техниканың барлығы жыл 12 ай өзінің қызметіне сақадай сай тұр. Пресс-турдың келесі бөлігі казарма бөлімінде жалғасты. Алдымен құтқарушылардың тамағы көрсетілген дастархан мәзірі таныстырылды. Қауырт қызмет барысында ұзақ уақыт сақталатын ас мәзірі үйдегіндей болмаса да құтқарушыларға күш беруге жарап тұр. Сарбаз болған соң оның үстіне құтқарушы сарбаз болсаң дене бұлшықеттерінің өз бабында болуы шарт. Сол себепті әскери бөлім жаттығу залдарымен толық қамтылған. Тіпті ауыр әскери қызметтен кейін жан серіктетін демалыс бөлмелері де бар. Біз мынау арнайы бөлме құтқарушылардың демалатын бөлмесі. Енді құтқару шараларынан кейін, түнгі жұмыстардан кейін, түнгі қызметтен кейін бұнда құтқарушылар келіп демалады. Бұнда барлық құрал жабдықтар бар. Тіпті массаж жасайтын осындай креслолар да бар. Темірдей тәртіп болса да сарбаздардың демалыс уақыттары жақсы ұйымдастырылған. Оқу залынан бастап кино бөлмесіне дейін бар. Бұл құтқарушыларға психологиялық тұрғыдан аса пайдалы. Біз міне солдаттардың демалатын, яғни жатын бөлмесіне келдік. Бұнда солдаттар таңғы 6-да тұрады, жаттығуға кетеді. Күні бойғы әскери қызметтен кейін кешкі сағат 10-да қайттан ұйқыға жатады. Былайша айтқанда 8 сағаттық ұйқы осы жерде өтеді. Осындай бір үлкен бөлмеде шамамен 60-тан аса солдат жатады. Казарма блогымен танысқаннан кейін жаттығу полигонына аттандық. Күннің суықтығына қарамастан құтқару бригадасы судағы жаттығу түрлерін көрсетіп берді. Жаз айларында әсіресе суға түсу маусымының кезінде суға бату оқиғалар жиі кездеседі. Сол кезде құтқарушыларымыз бірінші болып көмекке келеді. Қазір біздің арамыздан бір журналист суға арнайы батады, актер ретінде. Сонда құтқарушыларымыз құтқарып алады. Негізінен адам суға батқанда су жұтқаннан кейін 1-2 минут айналасында ғана уақыт болады оны құтқаруға. Сондықтан құтқарушылардың қызметі, жұмысы өте ауыр. Көрейік. Әріптестерді құтқарам дегенше түскі астың уақыты да келіпті. Полигонда арнайы құрылған әскери шатырдың ішінде сарбаздардың түскі асынан біз де дәм татып көрдік. Біз міне әскери бөлімнің оқу орталығына келдік. Мұнда құтқарушы сарбаздар дайындалады, жаттығады. Орталықта осы журналистер үшін арнайы сарбаздың дастарханы жайылған екен. Тамақты ішіп көрдік. Осындай темір ыдыста. Енді тамақты жеу барысында, кәдімгі үйдің тамағы темір ыдыста демесеңіз, кәдімгі сарбаздың тамағы да сіздер ойлағандай жаман емес. Пресс-турдың келесі бөлімі бәрімізге қызық кинология, яғни құтқарушы иттердің жаттығу аймағы болды. Жануар демесеңіз, кинолог айтқан бұйрықты бұлжытпай орындаған неміс овчаркасының әрекеттеріне еріксіз қайран қалдық. Тіпті итті тексеру мақсатында әріптесіміздің бірін жасырып қойған едік, бірақ иесіз ит жоғалған адамды санаулы минуттарда тауып берді. Ит адамның адал досы деген тәмсіл ойымыз оралды.
Құтқарушылық қызметіміздің соңында химия биологиялық апаттарға қарсы арнайы киімді межелі уақытта киіп көрдік. Бір қарағанда оңай көрінгенмен арнайы киімді киюдің өз тәртібі бар. Бір қателіктің салдарынан өміріңе қауіп төнуі мүмкін. Белгіленген тәртіп бойынша 6 минутқа жеткізбей кию керек екен. Апат айтып келмейді. Осындай сәттерде құтқарушылардың жұмысы сыналатын ақиқат. Ал мұндағы жігіттер өміріне қауіп төнсе де басын бәйгеге тігіп сын сағатта өрттен де, судан да, қардан да құтқарады. Ауа райына уақытқа қарамай тауға шығып, тасқа өрмелеуге дайын құтқарушылардың қызметі сіз ойлағандай оңай емес. Құтқарушы бұл өмір сүру салты. Бұл қашанда ерлік жасауға, өзін құрбан етуге дайын болу. Құтқарушы мамандығын тек батыл адамдар ғана таңдайды. Құтқарушының образында жарты күн бойы болып көрдік. Қызық болды, қиын болды. Бұдан бір түйгеніміз, әр мамандықтың өз қиындығы бар. Сол сияқты құтқарушы болу да оңай мамандық емес. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.